Қайырлы күн менің YouTube оқырмандарым. Бүгін мен сіздерге балықтың пайдасы туралы айтатын боламын. Олай болатын болса, ең алдымен каналыма тіркеліп, лайк басып, видеоны соңына дейін көруді ұмытпаңыз. Балық көптеген адамдардың ең сүйікті тағамдарының бірі. Адамдар өзен, теңіз және мұхит, сондай-ақ ақ және қызыл, майлы және майлы емес балықтарды, яғни әркім әртүрлі балықтарды жақсы көреді. Адамдар оны кез келген түрінде жей береді, және ол қайнатылған, қуырылған, буланған, тұздалған, маринадталған, ысталған, тіпті шикі балық болсын, өзінің ерекше дәміне байланысты кез келген адамның көңілінен шығып, тәбетін ашады. Ет тұтынатындарға қарағанда балық жейтіндер көп, өйткені тіпті ет жемейтін кейбір адамдар балықтардың артықшылығы оның етінің құрамында екенін біле отырып, балық жейді. Оның құрамында А, Д, Е дәрумендері мен кальций, йод, темір, магний, фосфор, селен және мырыш бар. Тауық еті секілді балықтың құрамында да адам ағзасы жақсы сіңіретін өте жоғары сапалы ақуыз бар. Ол өз кезегінде ағзаға қажетті барлық амин қышқылдарын қамтиды. Жалпы балықтың пайдасына келетін болсақ, ағза жоғары сапалы ақуызға қанығады, қан ұю функциясы қалыпқа келеді, қандағы холестеринді төмендетеді, қалқанша безінің функциясын қалыпқа келтіріп, және оның ауруларының алдын алады, көру қабілетін жақсартады, жүйке жүйесін қалыпқа келтіріп, жадты, ұйқыны жақсартады және тітіркенуді азайтады. Өмір сүру ұзақтығын арттырады, тері, шаш, тырнақ, сүйек пен тістің жағдайын жақсартады. Зат алмасуды қалыпқа келтіреді, жүрек қан тамырлары ауруларының алдын алуға және жүрек қан тамырлар жүйесін нығайтуға жақсы ықпал ететін болады. Сондай-ақ, балық жегеннен артық салмақ қосылмайды. Тіпті майлы балықтың өзі құрамындағы майлы қышқылдарының арқасында салмақ қосуға ықпал етпейді, және оны тұтыну арқылы артық салмақтан арылуға да болады. Сол себептен де диетологтар салмақ тастағысы келетіндерге көмбештелген немесе суға пісірілген балық жеуді ұсынады. Балық туралы ақпаратым ұнаған болса, комментарийға өз ойыңызды қалдырып, лайк басып және достарыңызға жіберуді ұмытпаңыз. Олар да балықтың пайдасын біліп жүретін болады. Құрметті достар, келесі видеомда асыға күтіңіздер, өйткені онда мен балықты қалай жеу керек және балықтың зияндылығы туралы ақпаратпен келесі видеомда бөлісетін боламын. Тыңдағандарыңызға рахмет.